Так, бүгін енді бәрін өттік. Бүгін енді нақты практикада көрсетемін. Вообще SRT қалай анализ жасаймыз, қалай вообще практика жасаған дұрыс. Нақты қандай методикада бізде қолданатын соның схемасын беремін. Сосын жаңағы таймфрейм alignment дейді, немесе combine дейді. Оны может келесі екінші сабақ қылып салармын да. Қазір так не істейік. SRT білесіздер да, ол не екенін шандай зона екенін. Сол үшін көздеріңізді үйрету үшін зона екенін, не екенін түсіну үшін сізге практика көп жасау керек. Практика көп жасау керек. Анализ бэктест былайша айтқанда. Сосын не істеп қойсақ болады. Не істеп қойсаңыздар болады. Вообще анализді былай жасайсыздар. Мен өзім осылай жасаймын. И көздеріңіз үйрене бастайды. Мысалы вот мен аламын, так, допустим, міне мынаны енді трейдингге қолдана аласыздар деп ойлаймын көпшілігіңіз. Қолдана алмасаңыздар, ютубта көп нелер. Уақыт өте келе үйреніп кетесіздер. Магнит тұр. Магнитті алып кетіп, мынаны нені бассаңыздар, өзі ұшын тауып алады, жауысып қалады. Сосын міне бүйтіп келесі ұшына апарсаңыздар, тоже жауысып қалады. Соған бүйтіп міне келесіге апарасыздар. И мысалы үлкен таймфреймден қызыл қылсаңыздар болады, потому что бір жылдық қой. Мына рамкасын қызыл, ішін пустой қылуға болады. Пустой и прозрачный. И солай, мысалы, келесі жылды анализ жасайық та, осылай келесі жыл. И даже осы келесі жылды қарасаңыздар, міне алдында бір сабақта көрсеткем. Енді одан бұрын осы өткен жылдарды сөйтіп анализ жасап көрсеңіздер болады. Бір жылдықты, хотя бізге осы өткен жыл жетеді. Осылай не істеу үшін де, көзімізді үйрету үшін. И міне мысалы открытие болған айда сразу немен жұмыс жасаған, имбаланспен жұмыс жасаған. Неде қарасақ, немен жұмыс жасаған, брекер блокпен жұмыс жасаған. Көрдіңіздер ғой да? Рынок ашылады. Мысалы, мынау бір жылдық қой енді. Брекер блокқа келеді да, өзінің ликвидностьпен жұмыс қой енді келе ол. Рынок ашылған уақытта міне. Міне ашылды рынок. Ear open деп қоюға мысалы. Ear open да. Міне. И ашылғаннан кейін, так, нешінші мынау? Январда ашылды, уже 13 январда келіп ликвидностьпен жұмыс жасады. Ликвидностьпен жұмыс жасады да, жоғарыға кетіп, міне. Сентябрьдің 15-інде шегіне жетіп, максимальный несін қойып, мына жақта міне бір жағынан не жасап, твердый түсіп жасап, мына неге июньнің 30-ында қойылған хайға. И жайлап қайтып құлап баратыр. Дұрыс па? И сол сияқты келесі жылда солай не істейді. Мысалы, мынау шиқарын ақтарып отыр қой, мынау бір свечайды, неделяға бөліп, неделяға, мысалы, бір-екі таймфрейм төмен түссеңіз, осылай анық көрінеді да. И солай, мысалы, бір жылдықын сыздыңыздар ма, сіздерге жақсы практика жасау үшін, көздеріңізді үйрету үшін, каждый айда да сызып шығып осылай. Міне, сызасыздар да, келесі айға тартасыздар. Бұны, білмеймін енді, фиолетовый қылсаңыздар болады, допустим. Айлар ғой енді, все-таки арасында. И келесі жылда солай. Міне. Келесі ай деген ол. Каждый ай мына жыл сияқты ашылды,
ликвидностьпен жұмыс жасады. Қазір көреміз жеке-жеке. Көтеріліп кетті деген сияқты. Біз осы OKLS, OLHS, AIMD бәрін түсінгеннен кейін, мысалы мынау көрдіңіздер ме? Уже даже фитильдер жоқ. Болады ондай нелер енді. Бірақ біз осындай моменттерді жіберіп алмауымыз керек та. Мысалы бір-екі ай мындай разворотный моменттерді ұстау керек. Потому что деген ключевой зоналарды біз анықтау білеміз да, мысалы. И келген уақытта біз осындай развороттарды ұстап алсақ болады. Міне осылай ерінбей осы бір жыл каждый айды, енді қазір каждый аптаны керек десеңіз 2-3 жыл артқа, 2-3 жылды осылай істеп шығуларыңыз керек қой. Сол кезде вот SRD'ді кәдімгі немен оп-оңай көресіз. Менде менторствода адамдар бар. Оларға мен 2-3 жылдық, 4-5 жылдық нені статистика жасатқанмын, чтобы насмотренностьтар өссін деп ше. Вот міне. Бүйтіп көрген кезде, мысалы, қазір неделяны сызу керек. Неделями. Tamam. Вот. Осылай. И каждый апта, каждый не, сөйтіп көздеріңіз үйренеді, қай кезде разворот болған, рамка. Айтып тұр ғой енді, candle is a range. Бір свечаны, рамкасын сызып аласыздар осылай. Все. Ашып қалған кезде уже көрініп тұрады. Осылай рамкамен тұрған кезде, мына цветін өзгертсек те, мысалы, аптаның күн көк қылайық. Сол кезде көздеріңіз үйрене бастайды. Практика жасауларыңыз керек, практика. Дәл осы нәрсені жасайтын болсаңыздар, практика көбірек. Мынау істедік. Так, міне. Осылай бір жылдың бәрін 2-3 жыл жасасаңыздар, вообще 5 жыл жасасаңыздар, вообще одырол практика жасап ше. Өте керемет болады нелеріңіз ше, андай. Мысалы қараңыз, мына қазір бүйтіп неге түссем, айдың несі көрінеді міне. Мына декабрь, мына жақтан басталып өскен, міне среда барып қай қойған, оны четверг қайын снимать етіп, қайтадан откат беріп, мына жердегі неге келген, имбалансқа келеді, имбаланстан қайтадан көтеріліп кетеді. Міне алдында айтқан от ликвидности к ликвидности. Мына ликвидность шешті, мына жақта ликвидностьқа бар. Мына ликвидность мына жаққа, мына ликвидность шешті. Мына жақта мына ликвидность шешті. Мына жақта мына ликвидность шешті, қайтадан откат берді, қайтадан мына жаққа жиналған ликвидность шешті де, мына ордер блокқа кетті. Ордер блокпен жұмыс жасады да, откат берді деген сияқты. Так, 3-ші айдың вторнигінде хай қойды. Именно осы аптаның разворотын берді. Бүйтіп келіп, уже среда қайтадан разворот берді. И осылай көп нәрсе істеуға. Среданың несін хайын обновить етіп, құлап кетті. Одан бері құлап жатыр. Мына нешесі? Декабрь 24-те. И каждый күнді осылай істесеңіздер болады. Күнде де несе, күннің үшін қаралсаңыздар болады. Қай уақытта. Енді дальнейшем мынаны түсініп алсаңыздар, SRT 369 бар, соны қолданамыз. Соны үйретсек, дневной күн ішінде развороттарды еркін ұстауға мүмкіндік береді. Пока осыны түсініп естігендеріңіз дұрыс та, мысалы. Енді қараңыздар. Неделя. Бір жылдық свеча. Біз білеміз, бір жылдық свеча ол рейндж екен. Оны сыздық, одан месячныйға бардық. Біз білеміз, что жылдық свеча ашылғаннан кейін бір ликвидностьпен жұмыс жасайтын
Аны айттық. Мысалы апталықта ол көрінбейді да. Мысалы мына жерде просто бүйтіп имбалансқа келіп жұмыс істеп жатқан сияқты. Тек таймфрейм, яғни месячный емес, недельныйға баратын болсақ, недельныйда көріп тұр. Сол жыл ашылды. Төмен қарай барды да, міне брекер блоктың ұшы бар ғой. Сонымен жұмыс істеп жатыр. Еще міне мынаны да алсақ болады. Бұл да бір не ғой. Фрактал да. Үлкен алатын. Осыны алсақ та болады. Мынау не? Анализ жасаған кезде лучше не сен мына жерден алды деп ойлап қалуың мүмкінсің, а мына жақта полный көрсету керек. Сол үшін мына жерге бүйтесіздер да жазып қоясыздар. Weekly өздеріңіз орысша жазасыздар ма, болады, бәрі болады. Weekly SSL сату болады ғой, сату болады. SSL не мынау бізде не болады? Weekly не болады жаңа? Апталық годовой свеча, недельный не? Ана шиққарын ақтарудың алды болады ғой. Недельный BB деп қояйын. Все, брекер блок қой. Көрдіңіздер ма? Апталыққа аштық. Апталықтың ішінде мынау уже не? Разворотный ключевой зонаға келіп жатыр. Енді ол мен қазір попозже сосын несін берем. В принципе, қазір осы жерде жазып қойсам болады. Қараңыздар. SRT-де несі бар? Ана өзінің жүйесі бар. Яғни былай бөлсеңіздер болады. Level SRT entry. Бұны timeframe alignment дейді. Мысалы, егер сіз так, қаяқ дейді? Бұны ашып қойдым. Міне. Level егер ключевой зона недельный болатын болса, недельный. Да, SRT дневной болу керек. Сол кезде сіздің вероятность жақсы результат береді. Entry аша дейін деп болады. Оны ары қарай не істеу керек болады, дальнейшем көрсетемін. Егер K-level ключевой зона дневкіде болатын болса, SRT-іңіз H4-те болу керек. Кодыңыз M15-те болады. M15. Егер K-level H4 болатын болса, потом осы сақтаңыздар, вероятностьтан жоғары болады, win рейтингі жақсы болады. Потом уже көзден үйреніп, қол үйренгеннен кейін, түсініп алғаннан кейін, там уже болады, там H1 мен K-levelмен жұмыс істеуге деген сияқты. Осылай. 1 минут міне. Осылай. Осыны сақтап алсаңыздар, міне. Жазып алыңыздар нелеріңізге. Осы міне ключевой зона. Мысалы, міне қараңыз. Білсек, K-level апталық болып тұр. Weekly болып тұр. Weekly дұрыс па? И біз бұл жерде, мысалы, мынау не ғой, годовой свеча weekly немен жұмыс жасап жатыр да, мысалы. Ключевой зонамен. Ішін ақтарған кезде. Енді біз разворотный зонаны іздеп жатырмыз ғой. SRT қай кезде жақсы жұмыс жасайды? Оны любой кезде іздей алмайсыздар. Бірінші K-level'ды бір ключевой зоналарды анықтайсыздар. Сол ключевой зонаға келгенде SRT жасайды. Разворотный SRT деген разворотный не ғой? Паттерн ғой негізі. Басқа кезде SRT жұмыс істемеуі мүмкін. Вероятностьтары төмен болуы мүмкін. Сол үшін именно разворотный моменттерде ұстаған жақсы да SRT-ді. Енді қараңыздар. Мына жерде weekly и в принципе
Anta шамал бүйтіп не істесек. Осы жерде де SRT болып жатыр негізі ше. SRT болып жатыр. Бірақ бізде мысалы қараңыз бүйтейік. Ну, ай иә. Ай тұр екен ғой, кстати. Айдың ішінде апталар тұр бізде. Бірінші апта, екінші апта, үшінші апта разворот беріп жатыр, көрдіңіздер ма? Үшінші апта. Мынау бізде бір ай ғой, мынау мысалы бір ай. Мынау ай. Айдың мынау жартысы мынаяқтікі болғаннан кейін төрт апта, жартысы мынаяқта қалып кетті. Сол как будто кажется, мына жартысы ғой, 5 апта болып кетіп тұр да. Негізі 4 апта полноценный. Мына жақтан бір күн, мына жақтан 2 күн қалып қалған шығар енді. Сол үшін как будто кажется 6 апта сияқты. На самом деле міне мынау екінші аптасы ғой вообще. Осылай екінші аптасына разворот беріп тұр и былай қарай тағы разворот беріп тұр да. Именно осы міне біздің ана квартальный теорияда мысалы көбінесе екінші, үшінші аптада разворот болады. И екінші аптада біз күтеміз. И бізде ключевой зона недельный болғаннан кейін оны біз SRT-де дневкіде күтеміз. Оған дневкіде келген күтеміз. Не? Иә? Көрдіңіздер ма? Мынау келді. Біз ладно, бүйтіп сызып қоямыз да, мысалы. Қоямыз. Мынаны бұзып, еще мына ключевой зонаны алу керек қой. И мынау шықты да, келді да, мынаны алды, мына ключевой зонаны алған шығар. Но мынау брекер блокты алған жоқ, мысалы ше. Брекер блокты алған жоқ, сол үшін біз бұны уже SRT деп алмаймыз. Бұны SRT уже мынаны SRT деп аламыз да, мынаны емес. Қараңыздар. Мынаны өшіріп тастайын. Бүйтіп аламыз. Бұған SRL, яғни SRT свеча деп алғаннан кейін оған не береміз? SRT деп қарап атқаннан кейін, енді осыдан не күтуіміз керек қой енді? Turtle soup күтуіміз керек қой, дұрыс па? Сол үшін SRL. Потому что қазір жазбасақ, кішкентай таймфрейм болғанда біз көрмей қаламыз. Қай жерде именно не екенін ше. Міне көп жағдайда сол свечаның 50%-іне дейін торговать етеді. Мысалы апталық нелерден енді мен үлкен таймфрейм қарап отқаннан кейін біз үлкен бір жылдық не ғой, разворот айтып отқаннан кейін енді немес. Бірақ көп жағдайда осындай SRT болса, SRT болғаннан кейін обязательно 50% кейін торговать етеді. Бірақ біздің жағдайда годовой свеча болғаннан кейін бір жылдық разворот ұстап атқаннан кейін бұл жерде біз басқаша қараймыз. Так, міне SRL. Енді міне қараңыз. Біз мана қалай кестік? Не деп жаздық? Бізге не алды? Weekly болса daily SRT. Ход аша дейінде дейді. Енді ход аша дейінде болу үшін бізге мына нәрсені көруіміз керек те, міне. Не? Мына біздің осы SRT-де қолданатын неміз, міне. Оны біздің неміз, ключевой SRT свечамыз, и оның жаңа SRL-ны былайша айтқанда. И көтерілді де мынау turtle soup жасады. Turtle soup и ключевой зонамен жұмыс жасады. Ключевой зонамен жұмыс жасағаннан кейін барып, ол слом жасау керек. Слом без CSD болу керек. Сосын барып уже мынау именно entry. Мысалы, дневной, weekly не болса, апталық свеча ключевой зона болса, SRT свечаны неде қараймыз? Дневнойда, ал ходта аша дейінде қараймыз. Мына жерде қарасаңыздар, бір сағаттықтан да кіруге болады.
болса ордер блоктан немесе CSV'den. Но бұл іші, анау беріш. Осыны қазір осы видеоның астына салам. Осы біздің неміз. Былайша айтқанда. Мына жерден кіре алмадыңыз ба, мына жерден кіруге болады деген сияқты ғой. Қазір енді осыны проще несін. Қараңыздар міне. Мынау апталық ключевой зона, дневной SRT. Мына апталық нені қиды да, қайтадан кіріп кетті. Енді біз 1 сағатқа барамыз. 1 сағатқа барып, бізге уже 1 сағаттық өзі не істеп барады екен да. Енді қараңыз міне, SRT жасап кіріп кетті ғой міне, turtle soup жасап. Мынаны turtle soup дейді мына. SRL и turtle soup. Мынау міне turtle soup. Turtle soup жасады да кірді. И біз мына жерде CSV, мына CSV-де 1 сағаттықтан іздейміз. CSV деген бізде мынау. Мынау бізде CSV. Бірақ қарасаңыздар, CSV сон берген, бірақ қайтып келіп қасане болмаған сразу ұшып кеткен. И да біз мына жерден бір жерден кіріп кетуге болады. Мысалы мына арадан да алып етіп мына жерден кіріп кетуге болады. Бірақ кейін сізді мына келіп алып кетуі мүмкін да, қайтадан мына жерден. Бірақ мына жерде именно қарасақ, келмеген былайша айтқанда. CSV. Еще CSV-ден бөлек, CSV-ден да кіруге болады входта. Екі вход жасасаңыз болады. Біреуі стоп боласын болса, екіншісі плюс болады. Потому что жақсы error ұстап алуға болады егер не істесеңіз. Міне CSV и мына жерде сізде order block бар. 1 сағаттық 1 сағаттық order block-е бүйтіп алайық. Бүйтейік. Міне 1 сағаттық order block вход жаз. Міне келген жоқ қой. Осыған қойып қойсаңыз болады. Бұл енді 1 жылдық болғаннан кейін сіз күтесіз бұл келген. Потому что ликвидностьті қалдырғанмен қайтып келеді. Жаңа не ликвидностьін іздеп. Осы ликвидностьті по-любому алуға тырысады. И сіздер бүйтіп қарасаңыздар, мынау мына жерде 13 январда жұмыс жасаған. И бүйтіп қарасаңыздар, келген көрдіңіздер ме? Ликвидностьін іздеп келген. Міне. И дәл міне 50%-іне қойып қойсаңыздар, мысалы, даже айтып отырмын, осыған ортасына қойып, былай кірсеңіздер болады міне. Көрдіңіздер ғой да, қалай точно ұстап алуға болады несін. Маңызды ликвидностьті прям ұстап алуға болады да андай. Сіздер ойбай, не істедім? Мынарда енді годовой болғаннан кейін көп риск алмауға. Мына за этим қойуға болады да, мысалы, осының артына қойып, осы жерге, мына жерден алсаңыз болады. Ең безопасный мына CSV. Осы жерге қоясыздар. И там до конца ұстасаңыздар болады да, мысалы, айдың жазға дейін да, допустим. Білесіз ғой, что где-то бір жылдың күзге таман не істейтін жаңағыдай разворот болатын. Ол үшін где-то жазға дейін где-то міне мына айдың хайына дейін ұстасаңыздар болады. Или там бүйтіп қарасаңыздар болады міне. Келесі нені анықтау үшін годовойда
мына мынакта хай бар ғой, каяка келип месячный да или недельныйды аныктайсыздар. Мынаган келуі мүмкін, осыған дейін болады. Мынаган келуі мүмкін. Мынаган келіп тұр. Енді сіз білмейсіз ғой. Примерно мынаған деп есептеуге болады. Потому что месячный ғой енді все-таки. Мынаған деп есептеуге болады. Соған дейін. Енді қараңыздар. Осылай алсаңыз, самый безопасный вход жасап. Ше? Не шықты. Сондай жағдайда сізде 33 ірі. Ал $1000 болса, $1000 қойып қойсаңыз, $33,000 болады жазға дейін. $1000-ыңыз 33,000. Жақсы инвестиция да, мысалы. Енді қараңыз, оны шамалы жұмыстануға да болады. Алмай кетуі де мүмкін да. Или екі түрлі не қоясыз. $1000-ыңыз кетер де, зато анау $1000 қойып, 2000 қойып қойсаңыз, мынаны алмай кетсе, зато $1000. 2000 алып кетсе, уже анау 33, 39, екеуі де плюс болады. Может, кейде шығып та кетер да, тағы не істеп, жұмыс істеп. Көп жағдайда жаңағыдай ликвидность болмаса жұмыс істемейді. Потому что көрініп тұрса, ол кетіп қалған сияқты болып, қайтадан келіп тұр, еще мына жерде гэппен ашылып тұр, көрдіңіздер ме? Ол келеді деп ешкім ойламаған уақытта келіп тұр ғой, түсінесіздер ме? Керек ликвидность жұмыс істеп, ұшып алып тағайды. Бәрі ойлап қалады да, ол гэппен ашылғаннан кейін қалып кетеді деп. Бұл маркетмейкердің несі өте көп. И мынау жаңағы бірінші методика, но екінші безопасный ход, но чуть-чуть вероятность төмен, что мынаны алып, мынаны алмай кету. Үшінші не бар? Ортасына қою. Ортасына қою. Ол 43 эррор береді сізге. Бесінші не бар? Мына жерге қоясыз. Ордер блоктан аспайды деп, ордер блоктан астына қоясыз. Сізге ол 24 эррор береді, көрдіңіздер ғой? В принципе, 100 алатын болса, то же самое осындай немен осы жерге тағы бір болады. Потому что $1000 кетер, $2000 кетер, зато сіз разворот ұстап аласыз да, 150. Ана жерде еще мынандай қылып болады да, мысалы. Мынаны ұстасаңыздар, енді бұл енді басқа деңгей. 5 пипспен ұстап аласыздар, 5 пипспен 304. Аны до конца созған жоқ бұл. Онда $1000 риск қойсаңыздар, мынаны ұстайтын болсаңыздар, 300 эррор. $1000 салдыңыз, $300,000. Жазға дейін $300,000 айналады. Қандай мықты инвестиция да, мысалы. Енді жақсы брокерде болу керек, конечно. Сосын бұндай ходтар жасау үшін аккаунтыңыз спреді төмен болу керек. Кейбір аккаунттар бар, Pro деген сияқты ше. Сол аккаунттарда, мысалы, Pro версиясын алып алсаңыздар, спред төмен болады, және алып кету вероятность жоғары болады. Сол осындай жаңағы, енді қазір осы видеоны жіберемін. Тағы да видеолар саламыз. Практика жасап көрсетем. Айлықты, апталықтарды көрсетем. И жаңағы нені салам астына. И осылай бір жылдық, апталық, айлық развороттарды прям минимальный немен шығару ұстап болады. И астына жазып кетем, қай параны, қандай нені, қандай вообще стоп қою керек екенін шындай. Мынаны жазып қоясыздар бір жерге, сақтап. Все. Мысалы, қайында не ұстасаңыздар, вообще болады. Прям қайында не ұстау, білмейсіз ғой, қай жерде болатын, сонда да. 350 да. Вот бүгінгі осы сабақ. Рахмет тыңдағандарыңызға.